Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұрын соңды жеп көрмеген чак-чактың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге еріген маргарин, ұн, сүт, су, тұз және қант қажет. Алдымен еріген маргаринімізге суды, сүтті, тұз, қантты қосып, жақсылап араластырып, ұнды қосамыз, сосын жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей қыздар, бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Бұл қамырды біз 3 бөлікке бөліп 20 минутқа тұндырамыз. Оған дейін біз қыздар сироп жасаймыз. Сиропқа қант, су және бал керек. Алдымен қант пен суды араластырып 10 минут қайнатамыз. Содан соң балды қосып, баяу отта 15 минут қайнатамыз. Біздің сиропымыз суығанша біз чак-чакты қуырамыз. Осылай жұқа етіп жаямыз қамырды. Менің қамырыма мән бермеңіздер, Қазақстанның картасы шықты менде. Әдемілеп жайып, осылай кесесіздер ұзыннан. Кескен соң маргаринді ерітіп, осылай жағып шығыңыздар. Сосын үстіне крахмал себеміз. Кез келген крахмал болады. Менде кукурузный, картофельный крахмал болса да болады. Өз қалауларыңыз. Осылай сеуіп болған соң, барлығын бір-бірінің үстіне жинаймыз. Мен на видеода осы бір жайған қамырды бүкілін осылай жинап шықтым. Ал егер сіздер жұқа болған қаласаңыздар, кішкентай майда-майда чак-чак шыққан, онда осы қамырды 2-3-ке етіп жинаңыздар. 4 слойдан, 5 слойдан жинауға болады. Неке жинап алып, осылай 2 сантиметрден кесіп шығасыздар да, мен секілді осылай бұрайсыздар. Бұраған кезде басып қалу керек осылай. Бізде майымыз қатты қызып тұрмауы қажет. Қатты қызып кетсе майыңыз чак-чактың сырты қызарып тез піседі де, іші піспей қалады. Сол себептен майды орташа отта пісіретін боламыз. Мінекей менің чак-чактарым барлығын пісіріп болдым. Кішкене қалды. Сиропты, суды, сироп пен чак-чакты осылай араластырамыз, дастарханға ұсынамыз. Достар, чак-чактың өте көп рецептісі бар, әркім әрқалай жасайды. Бірақ маған осылай жасаған қатты ұнайды. Мынаны бір жасаған соң, только осы рецептпен жасағыларыңыз келетін болады. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңіз үшін рахмет.